Қазақстан президенті Сочи қаласына барды. Елбасы Қазақстан мен Ресейдің 12-ші өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысады. Форумның негізгі тақырыбы агроөнеркәсіп кешені саласындағы ынтымақтастық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сонымен қатар Ресей президенті Владимир Путин мен сондай-ақ Свердлов облысының және Урал федералдық университетінің басшыларымен кездесулер жоспарланған. Ауқымды жиын қарсаңында 3-ші жастар экономикалық форумы өтіп, оған солтүстік қазақстандық делегация мүшелері қатысты. Роза Хутор демалыс орнында Қазақстан мен Ресейден жиналған студенттер, жас мамандар мен ғалымдар бас қосты. Бірақ бүгін олар демалушылар емес, 3-ші жастар экономикалық форумның қатысушылары. Екі жақтың жастары азық-түлік қауіпсіздігі, сауда-экономикалық, ғылыми-техника саласындағы әріптестік аясында әңгіме өрбітті. Вот такие встречи, такие вот форумы. Екі ел арасындағы әріптестік пен достастықты нығайту үшін мұндай форумдардың өткізілуі маңызды. Мұнда жаңа идеялар мен жаңа жобалармен танысып, болашақта өз пайдамызға қолдануға мүмкіндік бар. Азық-түлік қауіпсіздігі ғылыми зерттеу жобаларының көрмесінде екі елдің 10-ға жуық кәсіпорны өз өнімдерін ортаға салды. Олардың қатарында Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті магистратының жобасы да бар. Вермикультивированная переработка дождевыми червями. Менің жобам биогумус өндіру тақырыбында. Ол жаңбыр құрттары арқылы органикалық қалдықтарды өңдеуді білдіреді. Бұл технология картоп егу мақсатында қолданылса ұтымды болмақ. Сонымен қатар форум қатысушылары азық-түлік қауіпсіздігі мен болашақ энергиясын дәріптейтін шеберлік сағаттарына да қатысты. Бүгінгі Қазақстан мен Ресей мемлекеттері арасында өткізіліп жатқан жастар экономикалық форумы біздер жастар үшін өте маңызды. Көптеген тренингтер, мастер-класс сияқты шаралар өткізілуде. Біздің Ресей әріптестерімізге бидай өсіру, мал шаруашылығы, бидайды өңдеу деген сұрақтары өте қызықты өз пікірлермен алмасып жатыр. Арнайы көрмелер өзінің жақсы дайындылығымен, маңыздылығымен біздерге үлкен әсерін береді. Пленарлық сессияда Еуразиялық экономикалық одақ аясында жастар кәсіпкерлігі, бизнесті дамыту мәселелері көтеріліп, қатысушылар бұл бағытта жастардың алатын рөлі басым екендіктерін тілге тиек етті. Как сохранить село в условиях, когда мощно развиваются технологии, техники? Бүгінгі технология мен техниканың дамыған заманында елді мекендерді қалай сақтап қалуға болады? Заманауи техникалардың арқасында бірнеше адаммен бірлесе отыра, жоғары деңгейде астық өндіруге және ауылды жандандыруға болады. Ал бүгін біз 21 ғасыр жастарынан бұл тұрғыдағы ойларын білмекпіз. Шара екі жақты әріптестік туралы құжатқа қол қоюмен тамамдалды. Самат Сапаралы, Альбина Ғалымова, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.